Достар, сәлем. Бүгін сіздерге үлкен, жұп-жұмсақ, өте дәмді, классикалық заварной креммен дайындалатын балды тортты жасап көрсететін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқа, құмшекер, сары май және балымызды салып, бір келкетіп араластырып, водяная баняға қоямыз. Үнемі қозғап отыру керек, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Барлық массамыз біркелкі болып ерігеннен соң үстіне содамыз саламыз. Ыстық массаға содан салғандықтан екеуінде реакция болады және тортымыздан соданың дәмі шықпайтын болады. Массамыз көпіріп екі есеге ұлғайғаннан соң оттан алып, бөлме температурасына суығанша қалдырамыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз, араластырып отырып, қамыр илейміз. Барлық граммдарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Осы берілген ұнмен ұнды ғана саласыздар, артық не кем ұн салмаймыз. Қамырымыз сондай жабысқақ болады, одан қорықпаңыздар. Қамырымыз дәл осындай жабысқақ, қолға жабысқақ болады. Жақсылап илеп алғаннан соң пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Жарты сағат холодильникте тұрғаннан соң жұмыс жасауға, илеуге өте ыңғайлы болып қалады. Қамырымыз жарты сағат холодильникте тұрды. Кішкене илеп жіберіп, 1/4 бөлікке бөліп аламыз. Мен барынша үлкен етіп жайып, үлкен торт жасаймын. Өзімнің формама ыңғайлы етіп, осындай картон қағазын алдым. Осы бойынша өлшеп, коржықтарымды жаямын және осы бойынша өлшеп кесетін боламын. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлы форма жасап алсаңыздар болады. Пергамент қағазына төсеп, оқтаумен жақсылап жаямыз. Кішкене жабысып жатқан жерлері болса, ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Осылай формамызға туралап, жетпеген жерлеріне қамырларымызды қойып жібереміз. Сіздер дөңгелек қылып істесеңіздер де болады, өздеріңізге ыңғайлы. Бірақ осылай төрт бұрышты жасасаңыздар
көбірек болады, әрі үлкен дастарханға көп қонақ келгенде өте ыңғайлы торттардың бірі, барынша жетеді барлық адамға. Қамырымызды керекті формаға өлшеп жайып алдық. Енді пешіміздің ыдысына салып, құрамында сода болғандықтан пісу барысында көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен тесіп аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып, қызып тұрған пешке 3-4 минутта коржықтарымызды пісіріп аламыз. Қалған коржықтардың бәрін дәл осылай жайып пісіріп алатын боламыз. Тортымызға крем дайындаймыз. Бізде заварной крем. Ыдысымызға жұмыртқа, құмшекер, 2 ас қасық ұнымызды, 1 шай қасық ванилинімізді салып, кішкене араластырамыз біріккенше. Сүтімізді аз-аздан қосып, жақсылап араластырып отырамыз. Арасында ешқандай комочек қалып кетпеу керек. Дайын болған массамызды отқа қоямыз. Баяу отта осылай қозғап отырып, қайнағанша қалдырамыз. Біздің креміміз бұрқылдап қайнау керек. Бірінші бұрқылдағаннан оттан аламыз. Міне, дәл осылай бұрқылдау керек. Міне, біздің креміміз дайын. Оттан алып, суығанша қалдырамыз бөлме температурасында. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасында еріп жұмсақ болып тұрған сары майымызды саламыз. Миксердің көмегімен ағарғанша айналдырамыз. Міне біздің сары майымыз жұмсарып ағарды. Енді кремімізді, 2 кремді біріктіреміз.
суыған кремімізді үстінен қосып, миксердің көмегімен біріккенше тағы да айналдырамыз. Бұл крем, заварной крем, классикалық, универсальный, кез келген жаңағы тортқа қолдана берсеңіздер болады. Дәл осы кремді жасап, өте дәмді болады. Эклерге, Наполеон торттарына қолдана берсеңіздер болады. Креміміз де дайын, енді тортты жинаймыз. Әр қожықтың үстіне 5-6 қасықтан салып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып, барлық қожықтарымызды жинап, тортымызды құрастырамыз. Қамырымды барынша үлкен қылып жайғандықтан, шетінде аз ғана коржықтар қалды бетіне себуге. Сондықтан кішкене печеньені блендермен ұсақтап, бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Немесе бір коржықты алып, оны ұсақтап бетіне себуге болады. Ол кезде сіздердің торттарыңыз тек 3 ғана коржықтан тұратын болады, қатты биік болмайды. Міне осы ғана коржық қалды менде. Тортымды бір түнге холодильникке қойып, кремі жақсы сіңіп, тортым жоп-жұмсақ болып, әдемі болып тұр. Спатуланың көмегімен кішкене тегістеп жібереміз де, бетіне ұсақталған коржықтарымызды сүйіп шығамыз. Менде бұл жерде 2 торт жасағандықтан коржықтар көп қалды, 2 тортқа жететіндей. Сіздердің жағдайларыңызда жетпейді, сондықтан печеньені ұсақтап бетіне сүйіп шықсаңыздар болады. Осымен тортымыз дайын, үлкен, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Үлкен отбасыға өте керемет болатын торт, немесе көп қонақ шақыратын болсаңыздар да, барлықтарына сөзсіз жетеді, сөзсіз барлығына ұнайды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, маған шабыт сыйлайсыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Бегалықызы. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын, келесі видеода көріскенше. Егер жасап жатсаңыздар, коммент бөліміне өздеріңіздің шынайы отзывтарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Мен барлығын міндетті түрде оқып, жауап жазатын боламын.